Баршаңызға қайырлы күн. Осындай керемет вупи пай тортын дайындайтын боламыз. Ауызда еріп, өте жұмсақ шығатын болады. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, жаңа оқырман болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Жаңадан рецептер шығатын болады. Ол үшін бізге сары май қажет болады. Сары майымыз 60%-тен жоғары болу қажет. Менде 75% май. Содан соң шоколадты осылай бөліп шығамыз. Менде Қазақстан шоколады. Осылай осыны бөліп водяной баняда ерітетін боламыз. Шоколадымыз бен майымызды. Водяной баняда шоколад мен майымыз еріп жатқанша, оған дейін 4 жұмыртқамызды салып, шекерімізбен жақсылап миксермен араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен шекеріміз әдемі біркелкі болу қажет. Оған дейін ұнымызға какаомызды салып, менде рахатовский какао салып, разрыхлителімізді салып аламыз. Оны алдын ала електен өткізіп қойдым. Содан соң жаңағы шекеріміз бен жұмыртқамызға водяной баняда еріген шоколадымызды саламыз. Ыссы болмау қажет, ыссы болса пісіп қалады. Жұмыртқамыз суытып барып саласыздар. Енді жұмыртқамыз бен шоколадымызды араластырып аламыз. Біркелкі әдемі болу керек. Содан соң ұнымызбен разрыхлителімізді, какаомызды салып араластырамыз. Шамалдан салып шығамыз. Тағы да жарты бөлігін салдым. Жарты бөлігін салып, енді бәрін араластырып шығамыз әдемілеп. Мінекей осындай міне болып шығады. Енді 4 корж жасайтын боламыз. 3 коржды бірдей аламыз. 24 сантиметр болса, 4-ші коржымызды 22, кішкене ғана 2 сантиметрге кішілеу қыласыздар. Осылай басып, фольгаға форманы шығарып алдым, немесе сызып алсаңыз болады. Ең бетіне салатынды 2 миллиметрге кішкентай етіп саласыздар. Мінекей кішкентайын сызып алдым. Үшеуі бірдей формада, кішкентай 2 сантиметрге кішілеу.
каждыйына осылай бөліп құйып аламыз. Бірінші бірдей етіп каждыйына. Содан соң дөңгелетіп жағатын боламыз. Төртеуіне де бірдей етіп бөлдім. 2 сантиметрге кішкентайлау болса да бірдей қылып салдым бәріне. Бөліп. Сіздер де осылай бөліп аласыздар, салып. Мінекей бөлініп болды. Енді осылай жағып шығамыз. Дөңгелетіп жасалған формамен. Если жабысып қалса, осылай жасап жатқан кезде, неңізді, жағатын неңізді, құралыңызды суға нетіп жіберіңіз, сулап кішкене. Сосын осылай жағып шығасыздар. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Каждый коржды 9-10 минуттай пісіріп аламыз. Енді оған дейін корждарымыз пісіп жатыр. Пешке салып қойдым. Енді оған дейін кремін дайындап алатын боламыз. Креміне творожный сыр қажет болады, және шекермен де. Кішкене езіп аламыз, миксерге оңай болу үшін. Сахарный пудра қолдансаңыздар болады. Менде сахарный пудра болмағандықтан шекер қолдандым. Взбивать етеміз бірінші шекермен творожный сырды. Енді сливкені құятын боламыз. Сливке міндетті түрде холодильниктен шыққан мұздай сливке болу қажет. Мінекей корждарымыз пісіп шықты. Енді осылай дұрыстап айналасына демлеп кесіп шығатын боламыз. Осылай жөулетіп. Міне креміміз осындай қатты болып шықты. Енді оны мешокқа салып шығамыз. Осылай аламыз. Сосын жаңағы корждарға жағып шығатын боламыз. Мінекей менде мынандай насадка, нөмірін білмейді екем. Түбіне осылай жылжып кетпес үшін кішкене ғана осылай кремді жағып жібереміз. Осылай бірінші коржымыз міне жағына осылай істеп шықты. Менде вупи пай тортын бірінші рет жасап жатырмын. Мінекей жағып шығамыз осылай ортасына. Каждый коржын солай істеп шығамыз.
екінші коржымызды саламыз. Мінекей бәрі коржын істеп болды. Міне көрсеңіздер, ең бетіндегі 4-ші коржы кішкене ғана 2 сантиметрге нелеу, кішкентайлау. Әдейі мына нелер көріну үшін, жанындағы әдемі болу үшін осылай болады. Енді бетіне жағып шығамыз тегістеп сливкені. Енді ганаш дайындайтын боламыз. Ганашымызға шоколад, сливки және май қажет болады. Описаниеге жаза кетем. Мінекей еріп шықты шоколадымыз. Осы шоколадты енді жаймен бетін тегістеп шығатын боламыз қасықпен. Осы менің рецептіммен дайындап көріңіз, өте дәмді шығады. Өте керемет, жұмсақ болып шықты. Бәріне ұнады. Осылай тегістеп аламыз. Бетін басқа да заттармен әдемілесеңіздер болады. Қандай әдемілейтін заттар бар үйде, сондаймен шоколадтың бетіне. Менде осындай шишелер болды. Кондитерский. Осыларды салып шықтым. Сіздерге клубника, фрукты, қандай фрукты болса, соны кесіп салуыңызға болады әдемілеп. Видеоны соңына дейін көріп болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер.